Ассалаумағалейкум достар, баршаңызға жақсы көрілім тілейміз. Біз бүгін шығарылымда сіздермен бөлісетін ақпараттардың аңдатпасы мынадай. Ендеше достар, экранға жақсылап жайғасып алсаңыздар, біз бүгін шығарылымда бастаймыз достар. Кеттік. Харри Кейн АПЛ-дың тарихына енді. Челси жазда Мауриньо мен Зиданның біреуін әкелмекші. Манчестер Сити АПЛ-дан шеттетілуі мүмкін. Париждік команданың 3-1 ойыншысы ең үздік деп табылуда. Осы және басқа да ақпараттармен бүгін шығарылымда бөлісетін боламыз достар. Комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, экранға жайғасып болсаңыздар, біз бүгін шығарылымды бастаймыз. Ал достар, бүгін шығарылымды Мбаппенің жаңалықтарымен бастаймыз. Халықаралық футбол федерациясының айтуынша 2022 жылдағы Еуропаның ең үздік футболшысы деп Мбаппені тағайындаған екен достар. Ал сол басылымның айтуынша достар, Купа Америкада ойнайтын ойыншылардың арасынан 2022 жылдың ең үздік теңсіз футболшысы деп Месси тағайындалған екен достар. Ал достар, мына сәйкестікті қараңыздар. 2022 жылы Еуропада ойнайтын бразилиялық футболшылар арасында ең үздік, ең теңсіз, ең мықты 2022 жылдың үздігі деп Неймар тағайындалған екен достар. Ал достар, Бензема мен Винисиусқа салам алейкум деу керек секілді достар. Қалай ойлайсыздар? Кет. Ал достар, Харри Кейн АПЛ-да 200 голдан артық соққан ең бірінші ойыншы болып тұр. 201 голмен бірінші орында. Екінші орында Кун Агуэро 186 гол, үшінші орында Роней 183 голмен басты үштікті осылар ұстап тұрған жай бар достар. Ал достар, біздерде мынадай ой туындауы мүмкін. Бензема 2022 жылы алтын допты алды және Винисиус 2022 жылы алтын допқа үміткер болды және керемет ойын көрсетті. Неге бұлар лайықты болған жоқ деп ойлауымыз мүмкін? Бензема әлем чемпионатына қатыспады және Мбаппе мен Мессидің әлем чемпионатында көрсеткен нәтижелері Бенземаның алтын добы оның қасында саясында қалып кеткен тәрізді достар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Өз ойыңды комментарийге жаз, лайк басып кет. Ал достар, бүгін 7 февраль клубтар арасындағы әлем чемпионатына старт басталды және Реал Мадридтің ойыншылары ұшып кетті. Бірақ Куртуа мен Бензема Испанияда қалды достар. Не үшін деп ойлайсыздар? Себебі жарақатына байланысты Куртуа мен Бензема осы чемпионатты өткізіп алады және бұл 100% сенімді, нақты расталған ақпарат болып табылады достар. Сомнение болмасын. Ал достар, біз әр шығарылым сайын Челсиді қоспасақ басымыз ауыратын деңгейге түсіп қалған тәріздіміз. Челси бізді таңғалдырудан шаршамайды. Британдық Мейс спорт басылымының айтуына қарағанда, Челси Жозе Мауриньоны артқа қайтаруға ниетті және артқа қайтарамыз деп нақты іске кіріскен тәрізді достар. Ал достар, біздің жаңалықтар тіптен қыза түспек деп өте қызықты болып бара жатыр. Достар, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңдар, біз жалғастырамыз. Ал достар, Испанияның Элчи басылымының айтуынша, Челси өздерінің қатарына Зиданды бапкерлікке алып келмекші деп хабарлайды достар. Жылына 50 миллион еуро жалақы ұсынамыз дейді және Еуропадағы ең қымбат бапкерге айландырамыз деп хабарлайды Испанияның Элчи басылымы достар. Ал достар, көріп тұрғандарыңыздай, Зидан Челсиға бапкерлікке келетін болса, жылына 50 миллион жалақы алады екен. Және достар, менің білуімше, Еуропада дәл осындай жалақыны бұдан көп алатын тек 3-ақ ойыншы бар: Месси, Мбаппе, Неймар деген үштік бар достар. Басқа Еуропада бұндай жалақы алатын ойыншыны әлі көрмедім. Осы үшін Челсиға респект. Ал достар, қазақ атамыз айтқандай, өгіздің басына туған күн бұзауға да туады деп, сол секілді Ювентустың басына туған күн дәл қазіргі таңда Манчестер Ситидің басына туып тұрған жай бар достар. Ендеше экраннан алыстамаңыздар, біз жалғастырамыз. Ал достар, АЕС басылымы айтады, Манчестер Сити 2008 мен 2016 жылдар аралығында трансферлік құқықты бұзғаны үшін осыдан 4 жыл бұрын үстілерінен іс қозғалған болатын. Және сол соттың шешімі, сол істің нәтижесі осы дәл бүгін шығады екен. Егер шынымен де солай болып жатса достар, Манчестер Ситиді біз АПЛ-дан 3-4 жыл бойы көрмей қалуымыз мүмкін. Болмағанның өзінде 15 ұпай алып тастайды деп хабарлап жатқан жайы бар. Егер осы ақпараттардың барлығы дерліктей шын болса достар, онда Манчестер Сити тіпті Еуропа лигасы, тіпті Чемпиондар лигасынан бір жолата махрұм болады деген сөз достар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Манчестер Ситисіз АПЛ бола ма екен? Ал достар, осымен бүгін шығарылымды аяқтаймыз. Біз қоштаспаймыз. Лайк, коммент жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға тек қана сау.